Отбасы хрестоматиясы жобасы аясында жарық көрген Экософия кітабынан. Оқыған Айдана Алтайқызы. Тауық неге ұшпайды? Бір заманда қарға мен тауық дос болыпты. Ол кезде қарға ақ түсті, ал тауық ұшатын құс екен. Жерді топан су басқанда кемеге екеуі қатар жайғасыпты. Топан су тарап, кемені шалдыратын мезгіл жетеді. Бірақ құрғақ жердің бар жоғын білу мүмкін емес еді. Нұх, судың қаншалықты тартылғанын кім біліп келеді дейді. Қарға, ықтияр етсеңіз, мен ұшайын дейді. Сен жемтікке үйір едің, өлексе көрсең, қызығып қалып қойсаң ше дейді. Маған сеніңіз дейді қарға ант етіп. Ендеше кепілдікке не қалдырасың дейді. Сонда тауық ортаға түсіп. Қарға қимас досым, дос үшін екі қанатымды кепілдікке қоямын дейді. Пайғамбар келіседі. Қарға көкке ұшады. Су тартылып біраз жер құрғапты. Топан суға тұншығып өлген аңдардың өлігі шашылып жатыр екен. Кемеден аш құрсақ шыққан қарға өлексені көргенде араны ашылып, уәдені ұмытып кетеді. Нұхтың күте-күте шыдамы таусылады. Іздеп кел деп артынан сауысқанды жібереді. Ол да жемтік жеп қалып қояды. Үшінші жолы кептер ұшады. Ол зәйтүн ағашына қонады. Ағашқа өлексенің қаны жұққан екен. Оның аяғы қанға тиіп қызарып кетеді. Кептердің аяғының қызыл болатыны осыдан деседі. Кептер зәйтүн ағашының бір жапырағын тістеп кемеге оралады. Нұх кептерден: ана екеуінен хабар бар ма? Аман ба екен? Деп сұрайды. Кептер: я көрдім, қарға өлген малдың басын, сауысқан көтеншегін шұқып отыр дейді. Нұх ыза болып: жегендері жемтік, ішкендері іртік болсын дейді. Сол сәтте екі құс ұсқынсыз болып шыға келеді. Қарғаның ақ түсі қараға айналады. Өлексе көрсе қарға басын, сауысқан құйрығын шоқитын осы оқиғадан сіңген әдет екен. Нұх кептерге: адалдығың білінді. Қарның ашса адамның қолынан жем же. Шатырына ұя сал дейді. Қанатын кепілге қойған тауық Нұхқа келіп: қанатымды берші деп өтінеді. Нұх: досың сені сатып кетті. Ол келсін, сосын қанатыңды аласың дейді. Осылайша тауық қарғаға сеніп қанатсыз қалыпты. Тауық әр мезгілде шақырғанда қарға қанатымды қайтар дейді екен. Сол кезде елдер ұйқыдан оянатын болыпты. Білмейді кім тауықты, қарға менен жауықты. Ұша алмай қалған соң адам оны бағыпты. Топан суда байырғы, қанатынан айырылды. Қарға досы оралмай, ұша алмай қайғырды.